Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстандағы алғашқы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписать етемелерін басай кетуді ұмытпаң. Алдында біз бастадық. Сабина Алтынбекова сыйға ұшырады. Қайраттың жас қақпашысы қолдады. Қазақстандық волейболшы Сабина Алтынбекова футбол клубының 18 жастағы қақпашысы Шерхан Қалмырзаға қолдау білдірді деп хабарлайды Turkistan.kz порталы. Спортшы бір жаңалық порталында жарияланған спорт сарапшыларының Шерхан ештеңеге қол жеткізген жоқ және ешқандай ерекше нәрсе көрсеткен жоқ деген пікіріне жауап қатты. Мен оның абыройын төмендетіп отырған жоқпын, бірақ жай ғана 18 жастағы жігітке неге сонша асқақтасу керек, деп жазды ол Алтай Даумаев. Сонымен қоса, Қайрат футбол клубының мадридтік Реалға жеңілгеннен кейін қазақстандықтар жас қақпашысы туралы талқыны бастады. Оның ішінде қолдау білдіргендер де болды. Мысалы, бір кәсіпкер оған көлік сыйлаған. Міне, осындайлар көп болады. Қолдау көрсетудің орнына өз пікірін білдіретіндер. Назар аударма, ешнеңе бекерге болмайды. Бұл жоғарыда берілген тағдыр, тек қана алға шырған, еңбектен мінездің бол және жинақы жүр, деп жазды Сабина Алтынбекова Instagram стористе. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.